Ассалаумағалейкум. Қадірменді қазақ елі, армысыздар. Бисмиллахиррахманиррахим деп бүгінгі сабағымызды бастайық. Бұл енді сабақты біз бас бармақ деп кеше тағайындадық қой. Жалпы алғанда өзі қай тілге аударсаң да, қай манерге аударсаң да, өзі мына бас бармақтан артық ештеңе жоқ. Өзі хиромантия деген ненің өзінде солай екен де, мысалы үшін. Сондықтан дағы жалпы алғанда бас бармаққа сол бөгет болып жүрген адамдар бар да. Құранда былай дейді да, біз барлық адамдарды өздерінің сенім ұстаздарымен бірге шақыратын күн болады дейді. Көрдіңіздер ма? Мына қазіргі айналасына нені халықты жиып, ерегесіп, қырсығып, біріне-бірі айтысып жатқан мына сектанттар осыдан бейқамда. Енді қараңыз, Құран не дейді? Қайта тірілетін күні дейді, оларға өздерінің ауыртпалығын және де олардың санасыздықтарынан өзгелерді адасушылыққа салғандарының ауыртпалығын толығымен көтерулеріне тура келеді дейді. Олардың ауытқулары қандай ауру болады? Ғажап, енді Құранда енді Алла бәрін біледі дейміз, осының бәрін ескеріп отыр ғой енді. Жалпы алғанда қазақ елі елшіге, пайғамбарға болсын, өзі қарсы шығатынды кімдер? Бұл қарсы шығатындарды фарисейлер дейді, парызшылар, сөз соқтылар, кеудем соқтар, өздеріне ешқандай кітап берілмесе де, өздеріне ешқандай құқық берілмесе де, дінге араласып, тағы да көптеген Алланың істеріне араласатындар бар да. Жалпы алғанда оның бәріне Алланың берген құқығы болу керек. Осы отырғандардың қайсысы айтар екен? Алладан мен әмір алдым солай деп, мен айтам. Біз жеңеміз, екі діннің басын қосамыз деп, Жәбірейіл періште осы өңімді алып кеткенде, мысалы үшін. Одан кейін, неше жылдан бері қаншама сол аруақтың, жаңағы киелі рухтың жетегінде жүрміз да, мысалы үшін. Енді Құрбанәлі айтады әрине, мен өткен неден кім еді? Ибрахим жанынан алдым дейтін. Жарайды. Ол бәрібір адамның құқы. Тоқтар енді мен білмеймін қайдан алып жүрген. Соңғы жерде мысалы үшін жаңағы бүкіл ұстаздар, ғұламалар барлығы олар мүфтияттар тағайындап жүр. Түсіндіңдер ме? Осы барлығы де жер бетінің пенделері да. Сөйте тұрып, үлкен ұлы істерге адамзаттың тағдырына байланысты араласуға мүлдем болмайды, оның күнәсі өте ауыр болады. Мен ешкімді жамандағым келіп жүрген жоқ. Бірақ та елді адастыруларын қоймай қойды бұлар. Өз бетіменен лағып жүре берсе, мен оған ештеңе демес едім. Бір диуананың біреу шығар деп ойлар едім. Бірақ олар оны мен қоймайды. Өткен бір видеода айттым ғой мен сіздерге. Мыңдаған адамдарды үйіріп алып, енді жарайды, оған да көнейік. Оны мен қоймай, елші, пайғамбар деген енді болмайды, елші деген енді болмайды, ана Сейтіп деген ол шайтан, кәззап. Ал бірақ екіжүзділіктері соншалықты, бәрі Мәғдиді күтіп жүрміз дейді. Христиандар бәрі удешетілді күтіп жүрміз дейді. Сөйте тұрып, істеген амалдарын көріңіздер өздеріңіз. Сондықтан дағы бұл жерде Құранда солай тікелей жазылған. Ешкімге жеңілдік берме дейді да. Менде Алланың берген құқы бар да. Қазіргі мысалы үшін мынау қапып етіңіздер. Қазіргі мынау соңғы заман. Сондықтан дағы біз қазақ еліне қонған бағын ұшырып алмау үшін жаңағы
бұл қазақтың өмір бойы жинаған қадір қасиетін, даналығын бәрін енді іс жүзінде көпе көрнеу елге көрсетуіміз керек та. Жалпы алғанда өзі қасқыр деген, халық деген өзі қой ғой. Бәрі айтады ғой өзі, қазақтар қой баған, қойшы деп. Иә. Негізі өйткені пайғамбарлардың бәрі қойшы болған. Мысалы үшін біз аса таяқ ұстаймыз, қамшы ұстаймыз. Неге? Как раз сол қойшының саймандары да. Иса пайғамбардың өзі айтқан, мен қой бағу үшін келгенмін деп. Сонда қазақ халқым, сіздер оған намыстанбаңыздар. Қазіргі уақытта мына өзі коронавирустан бұрын мынау сектанттардың вирусы жаман болып тұр да. Өйткені жалған уақытшыларды тыңдағаннан кейін әрине адасасыздар. Әрине қобал жейсіздер. Әрине жолдан таясыздар. Өйткені олардың барлығы бір ауыздан сөйлемейді. Әркім өзінікін жылдейді да. Жаңағы Құранда жазылған бойынша негізі олардың барлық істеген амалдары кейін түкке тұрғысыз болады. Тек қана жаңағы елшіге қарсы шыққандары үшін Құранның 2 сүресінің бірінде айтады: Аллаға және оның елшісіне бағыныңдар. Кім Аллаға және елшісіне сенбейді, ол сенімсіз дейді. Және оның істеген барлық амалдары түгел жоққа кетеді да. Ал бірақ олар одан қорықпайды. Неге? Демек сенім жоқ. Сенім деген ол Құдайы қорқыныш дейді. Мынау даналықтың өзі Құдайы қорқынышты адамдарға ғана келеді да. Сондықтан да құрметті қазақстандықтар, қазағым менің, айналайын. Оларды да сөкпейік. Өйткені сәлделі сайтан мешітке кіріп алды ғой қазір. Сондықтан дағы олардың барлығы сол тажалдың жетегінде жүргендерін өздері білмейді да. Олар қаншама жақсы әңгіме сөз айтқан күннің өзінде де тек қана елді елшіге қарсы қойып қойып, Алланың ісін алға бастырмаудан артық күнә жоқ та. Ал енді мысал үшін жаңағы қазақ елінде сол жаңағы елшіге қарсы шығып жатқан адамдар болатын болса, елбасы өздерін сайлап, өздеріңді осы халге жеткізген, тыныштық, мереке, бейбітшілік орнатқан елбасыға қарсы шығып жатсыңдар. Білесіңдер ма? Егер де осы Қазақстанда осындай тыныштық, осындай береке, бір жақсы бір заман туып тұрса, ол сол елбасымыздың арқасы, естеріңде болсын. Ол кісінің қадірін білу керек. Ол кісі біздің ортамызда әлі жүреді, мен сіздерге айтамын. Әлі 30 жыл жүреді. Сондықтан дағы жалпы айтайын дегенім менің, мына тажалдан бұрын, мынау жаңағы ұстастымақтар әбден шаршатты да, елді де қажытты. Әрине, Алла ол шыдамды, сондықтан дағы уақыты келгенде көресіңдер. Жалпы алғанда іштен шыққан жау жаман дейді да. Жарайды енді қазақ халқым. Негізі менен көбісі сұрайды, сен пайғамбарсың ба, анаусың ба, мынаусың ба деп. Жоқ, мен пайғамбар емеспін. Қазақ деген пайғамбар бар да. Қазақ халқы нағыз пайғамбар мәнес. Пайғамбар жоқ дейсін болсаңдар, мен сендерге осыны айтайын. Жалпы алғанда неге екенін білмеймін, бәрі қазақты үйреткісі келеді да бірдеңеге. Сөйте тұрып, қазақтың даналық сөздерін, мақал мәтелдерін қолданады. Сол мәтелді, сол даналықты, сол музыка әуен шығарып отырған, соншама даналықты айтып отырған халықтан сендер қандай бір ақымақты көріп отырсыңдар? Оның өзінің даналығымен өзін үйретпекші боласыңдар да. Анау жаңағы қан кешіп жүріп біздің бабаларымыз жер бетіне осы жаңағы исламның таза шариғатын орнатып кеткен. Олардың еңбегі қайда қалды? Анау тәңірліктің түрінде жаңағы Исаның ілімін тәңір деп, жаңағы Иса Құдай емес,
тәңірге деп тәңірдінін, ол да жаңағы тарихат Исаның ілімі. Оны мен өткен бір передачамда сіздерге түсіндіріп кеттім негізі. Сондықтан дағы құрметті қазағым менің, түптің түбінде байқасаңдар, өткенде Құрбанәлі мырза жихад жариялады. Бәрін естідіңдер ғой. Күні кеше ғана тоқ берген Талибан келсе, Талибан деген ол ата жолы күніміз туады деп отырды. Бәрінің арғы несінде салафилер болмаса нені күтіп жүрген, оны білесіңдер. Бәрінің көксегені қазақтың іргесін шайқауда, шаңырағын қирату. Болмайды. Болмайды. Өйткені қазақ елі Алланың қорғанышындағы ел. Қазақтың елбасысы ол тікелей Алланың қорғауындағы адамда. Боса болмаса қазақ еліне бақыт қонып, міне алдарыңызда мысалы үшін біз отырмыз. Осының бәрін түптеп түгіп келгенде қазақ елінің арқасында. Жалпы қазақ адамзаттың аталық негізін арқалап жүрген ел негізі. Ана еврейлер мысалы үшін, олар аналық негізін алып жүрді. Сондықтан да біз шежірені мысалы үшін атадан бастаймыз, а еврейлер шешеден бастайды да. Оның да сыры сонда. Түсіндіңіздер ме? Жалпы алғанда сендер қазақты бірде ақын дейсіңдер. Сол ақындықтарың соншама біріңмен бірің күнде айтысып жүрсіңдер. Сендер қазақты батыр дейсіңдер. Сонымен көрінгенмен төбелесіп, басқа ұлттарға тиісіп, бүлгіздеп жүрсіңдер. Иә, бір кезде ақын да болған, батыр да болған, оның әр заманы болған. Қазіргі қазақ кім деген сұрақ туса, мен сіздерге айтайын. Қазіргі қазақ әулие. Егерде екі діннің басын қосып, ислам діні менен Исаның ілімі тәңірлікті қосатын болса, онда қазақ елі пайғамбар болады. Мысалы үшін айтайын мен сіздерге. Жалпы еврейлерге көп өкпелеулеріңе болмайды. Еврей деген халық, ол адамзаттың былайша айтқанда қаймағы ретінде 70 елді үст қауып жүрген халықта, мысалы үшін еврейлердің құрамына 70 елдің қаны бар да. Ал ендігі жерде қазақ деген елде 40 елден құралғанда біз. Біздің жаңағы құрамымызда 40 елдің тегі бар да. Қалған 30 ел Ресейде. Құрметті достар, сондықтан бұл жаңағы еврей халқы официально басқа халықтарға ұстаз ретінде, басқа халықтарды үйрететін келген болса, қазақ елі не? Алла айтпашы былай запас дейді ғой, орысша запас. Сол сиқылды жасырын түрде бәрін реттеп отырғанда, оларға берген білімнің бәрі бізге де берілген, естеріңізде болсын. Енді ол жаңағы мен сіздерге айтайын дегенім, жалпы қазақ халқын момын дейді да негізі. Оны бәрі де айтады, қазақтар момын деп. Момын деген сөздің өзі әр түркіні мүмін. Қайсың барсың ан жақта? Қайсың барсың деймін? Мына видео жүріп алып қойсаңдар шықсын. Прямой эфир жүріп атыр деймін. Не дегенді түсінбейтін адамсыңдар. Ұят болды ғой бүкіл елден. Қапы етіңіздер. Мұндай да болады. Сіздер тек қана жаңағы сектанттармен алысып жүрді ойламаңыздар. Мен сіздерге айтайын дегенім, ең жақсы момын, ол
мысалы үшін жаңағы тәңірлік ілімді ұстап жүрген адамдарда. А ең жақсы мүсілім ол жаңағы ислам қағидасын ұстап жүрген адамдарда. Сондықтан дағы қазақта жаңағындай момынның сенімі бар да, жалпы өзі тәңірлік деген ол сенім негізі. Өйткені ол шариғат жоқ, онда Аллаға құлшылық ететін заңшылық жоқ. Түсінесіздер ма? Ол шариғат жоқ. Ол Исаның ілімінде. Ал ендігі жерде мысалы үшін сіздерге айта кететін болсам, сенім әрине биік, бірақ мына мұсылмандық жол, сенімге апаратын жол, ол қиын. Ол өте қиын да. Шариғат дегеннің өзі ол нанымнан болады дағы, одан кейін сол шариғаттан өтпейінше сіздер жаңағындай сенімге жете алмайсыздар да. Қазіргі уақытта қазақ елі сіздер шариғатты, исламның шариғатын толық меңгердіңіздер. Біздің бабаларымыздың барлығы адамзаттың алдында да, Алланың алдында да өзінің дәрежесін алды. Ендігі жерде әрине жаңағындай өзі көп нәрсе бір көп тұрып қалса тасып кетеді ғой, несіне сыймай. Сол сиқылды қазіргі уақытта мына неде нетіп жатыр да, артықшылыққа кетіп жатыр. Неге? Өйткені обновление керек та бұларға. То есть шариғаттан тарихатқа өтетін уақыттар болды. Ал сол тарихат өздерінің қасында жүрген тәңір сенімдегілерде жүргенін ешкім білмейді да. Енді осында өткен данабағы Швейцариядан бір нелер болды ғой. Сонда солардың несіне қатыстым мен, видеоконференциясына. Сонда мен оларға айттым, егізі ислам менен жаңағы тәңірлікті қоссаңдар, ақиқат толық болады. Өйткені ол жаңағы Исаның ілімімен деп, соны қарқ-қарқ күлді бәрі. Әрине мен бірінші күннен бастап ислам мен тәңір қосылады десеңдер, осы күнде екеуі соғысып жатар еді. Ең бірінші қазақ еліне Исаның ілімін түсіндіру керек болды да. Соны Исаның ілімін әбден түсінгеннен кейін, менің ана қаншама видеоларым жазылып жатыр. Содан кейін барып сіздер уже тәңіршілдікпен оны салыстыра аласыздар да. Оп-оңай. Өзі айтады ғой аға, орыс болу үшін бірінші қазақ болу керек деп. Өйткені қазақ елі сондай алғыр, еліктегіш, жалпы алғанда момын, толерантный деп, қай жағын алсаң да, бәрі бар да қазақ елінде. Тіптен жаңағы адам болу үшін де жаңағы қазақтың танымын, салт дәстүрін жаңағы ұстану керек та. Сондықтан дағы қазіргі уақытта біздің амалымыз қазақтың басын қосып, қадір қасиетін көтеруіміз керек та. Жаңа рухани жаңғыру дедіңіздер, анау деп атыңыздар, мынау деп атсыңыздар, бірақ оның барлығы күрс атылып атқан, далаға атылып атқан оқ секілді да. Неге? Өйткені бір жүйе жоқ та, қалыптасқан, басқаратын бәрі. Дінді неше түрлі сектанттар басқарып жүр. Қазақтың балаларын неше түрлі көкбет әйелдер басқарып жүр. Жалпы алғанда ел деген ел. Бұл Алланың, Құдайдың ең ежелгі аты да. Мысал үшін Израиль дейді ғой мысал үшін. Ел. Неге олай? Исра деген сөздің өзі тіке бастау. Құдайға тіке бастайтын ел деген сөз да. Сол сиқылды біздің қазақта айтады ғой. Әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа деп. Неге? 40 елдің басын құрып отырған қазақпыз біз. Бізде жаңағыда ел, Құдайдың халқымыз да. Сондықтан да қазақ еліміз біз негізі. Жалпы алғанда мынау арийцы дейді ғой, арийцы. Оның да бір жобасы бар. Бұл біз негізі ар еліміз. Тоқтар абыздың армысыздар деп айтып жүрген әңгімесінің ар жағында негізі бар да, мысал үшін. Қырғыздан нар қалған, қазақтан ар қалған,
өзбектен заң қалған деген мақалды білесіздер ғой. Сондықтан дағы арым жаным садақасы деген елміз біз. Руах, рухтың өзін ар руах деп атаған елміз біз. Сондықтан дағы құрметті достар, мұндай халыққа ештеңе үйретудің керегі жоқ. Тек мазасын алмай, жан тыныштығын берсең, қазақтан артық, талиянтын қазақтан артық. Отырмыз ғой міне 130 халықтың басын қосып. Сондықтан дағы тоқ берген айналайын, сен қазаққа көтін жууды үйретпей-ақ қой. Пайғамбардың сүннетін ұстауды Құрбанәлі сен үйретпей-ақ қой. Біздің қазақтан артық, сендер білесіңдер ма? Әр елдің ауылында мешіті бар. Біздің қазақта мешіт жоқ. Неге? Өйткені қазақтың әр кигіз үйі өзінің мешіті да. Соны бісміллә деп аттап, еңкейіп аттап, оң босаға, сол босағасы шешін реттеп, төрін түгел түгендеп отырған халықта. Мына менің артында тұрған дүниенің барлығын мен өзім жасағам. Бұл қазақтың қасиетті дүниелері да. Міне қазақтың өмірде жинаған дүниесі осы ғана. Ал ендігі жерде мысал үшін айтайын мен сіздерге, құрметті достар. Дін дегеннің не екенін түсіндіргім келеді сіздерге. Жалпы ондайды айтатындар ғой, діннің бізге керегі не, андай-мындай деген секілді. Жоқ. Дін деген ол бірінші Алланың өзін тану үшін керек та. Бір Құдайымызды тану үшін керек ол міндетті түрде. Және де сенімге жететін ол жол. Қандай да діннің мақсаты адамды сенімге алып баруда. Ал руханият деген бар. Ол Алланың жаңағындай жаратушылық болмысын меңгеруге керек та. Жаратушылық деген ол о дүниедегі жаңағындай әруақтар, періштелер, жындар, рухани әлем. Сондықтан да оны руханият дейді да, мысалы үшін. Оны жаратылған әлем дейді. Ал ғылым деген не үшін керек? Ғылым жаңағындай Алланың жасампаздығын зерттеу. Мына материалын жасаған әлемді, соның заңдылықтарын ашып, жаңағы олар да Алланың шеберлігін, кереметтігін түсінгісі келіп жүр да. Бірақ өздерінше тауып алған болып жүр. Ал бірақ көптеген ғалымдар оны жақсы біледі. Жақсы біледі. Ал енді мына өнер деген, мына артында тұрды айттым ғой сіздер, өнер деген. Бұл өнер деген сол ғылымның, руханияттың, жаңағы діннің бәрінің нәтижесі да. Іс жүзінде орындау. Намаз оқудың өзі бір өнер. Руханиятты білген адам өнерде жамандық істемейді да, мысалы үшін. Мысалы үшін, әнжеген шошқаның басын жұлып қойсаң, мына үйде бір періште қалмайды. Оны білу үшін руханият білімің болу керек та. Қаралық дегеннің несін жолы бе. Бұл енді қаралық деген мәселеге кейін тоқталамыз. Өйткені осыншама жұмысты Алла артқаннан кейін Бақытуллахқа қаралықтың барлық сырлары берілген да. Бірақ оны кез келген жерде, кез келген немен айта беруге болмайды. Ол адам баласы, біз қазақ екі діннің басын қосқаннан кейін, барлығың адам болғаннан кейін, сонда ғана береміз. Өйткені қазір бәрің біріңді бірің дуалап, қуып кетулері мүмкін да. Атарға оқтарың жоқ кейбіреулердің. Ендігі желде мен қазақты сен дұрыс үйретпеңдерші деп айтатын себебім, сіздер мынаны қараңыздаршы. Қарапайым шелпек. Бұл қалапайым шелпекті Иса пайғамбар өз кетерінде анау апостолдарына сол шелпекті үзіп берген. Мынау менің тәнім. Мені еске алу үшін осыны жеңдір деген да. То есть біз жерден жаралдық. Адам атаның ұрпағымыз деген белгі да. Жалпы алғанда жаңағы шелпектің қасиеті ол жаңағы қай заманда болсын адамзаттың басын қосу үшін үш қасиетті нәрсе бар да. Оның біреуі жаңағы нан. Шелпек нан ғой енді. От. Қараңғы түнде қай жақтан келесің да от тұрған жерге барып жылынасың. Сосын су.
су. Көрдіңіздер ма? Өйткені қай бұлақтың басына болсын, орыста, негізде, Қытайда кеп басы бірігіп тұрады да. Ал енді жаңағы шелпек тұрған жерде ол дастархан. Қандай адам болсын, дастарханда басы қосылады. Ал енді осы шелпекті жаңағы тәңіршілер біз өзімізде ғана бар дейді да. Жоқ. Ол тікелей Исаның христиан әлеміне беріп кеткен дүниесі да. Ендігі жерде мысалы үшін әлі күнге шейін мына церковьте бар, христиандарда. Выпечь 7 блинов дейді да. Олар шелпекті блин дейді, мысалы үшін. Көрдіңіздер ме? Ендігі жерде мысалы үшін шежіре. Шежірені жаңағы тәңіршіл айтады да, ол жаңағы өздерінің бір керемет дүниесі секілді айтады. Ей, Алла Құранда жазып кеткен. Алланың жібіне байланыңдар деп. Анау еврейлерде әр пайғамбарды айту үшін оның 7 атасын түгел айтып барып айтады да. Көрдіңіздер ме? Сондықтандағы бұл древо жизни. Сабақтасып келе жатқан дүние. Ол Құранда солай жазылған. Әрғаннан кейін әр қайсының тегіңе тартыңдар, тегіңді іздеңдер дегенде Құранда бар да, мысалы үшін. Енді өткенде бір тәңірші айтады маған, айналайын деген тәңірдің сөзі дейді. Олай болатын болса, мұсылман анау Меккеде Қағбаны неге айналып жүр? Айтыңдаршы маған. Сондықтандағы бұл тылсым дүниелердің сыры, ол бәріне ортақ. Енді айтады, Умайана дейді да, Умайана тәңіршінің несі дейді. Ал Мұхаммед пайғамбар не деп кетті? Үммәтім менің. Сол Умаянаның ұрпағы. Умаяна жер болатын болса, жердің ұрпағы президенті адамның баласында топырақтан жаралған. Умаянадан тараған барлығы Мұхаммедтің үмбеті. Оны Мұхаммед айтқан мен емес. Сондықтандағы қалай айналдырып келсең де, тәңіршілдік, авраамдық діндердің ішіндегі ең мықты сенімді. Оны бір аналағы қазір айтам ол жөнінде. Неге жаңағы бақсы, балгерлердің барлығын енді ол түсіндір ме? Ненің жаңағы руханияттың сырын білгеннен кейін, жаңа мен сіздерге айттым ғой, бүкіл қаралықтың сырын мысалы үшін маған ашылған деп. Егерде мен мына өзімнің елшілігімді, егерде өзімнің жаңағындай Алланың алдындағы жауапкершілігімді түсінбесем, мен де талайда қаңғақсыздар едім. Дуаласаң да, дұғаласаң да. Көрдіңіздер ме? Ол сайтанның ісі да, көп нәрседе. Ендігі жерде, мысалы үшін, мен сізге айтайын, тағы бір тәңіршімен сөйлесем, енді жиі звондап тұрады, өздері рахмет енді. Мысалы үшін, еш шығару дейді да, май жағу адамға, жас балаға да май жағады ғой туғанда, мысалы үшін. Ол ертегідегі еврейлердің несі ғой. Помазана, мира дейді ғой, миром помазана дейді. Қандай да бір діндегі лауазымға өткізу үшін, они должны быть помазанниками. Өздерінің бір майы бар да. Ол енді мысалы үшін, не майды ғой, зәйтүн майы ғой деймін, по-моему. Соны жағады басына жаңағы ненің. Сол үрдіс біздің қазақта да бар. Өйткені ол қазақ қайдан алды? Әрине жаңа тәңіршіліктен алып отыр. Тәңіршілік дегеннің өзі тікелей жаңағы Исаның ілімі да. Енді мынаны қараңыздар. Бір қара ешкіге, тауыққа, қара ешкіге құрбандық шалып, түгел адамның күнәсін, ауруын соған аударатын бір емшілік не бар да. Ол тек қана тәңірлікте емес, тек қана жаңағы емші қазақтың балгерлерінде емес, ол еврейлерде болған. Мынау сөз бар бір, козел отпущение деп. То есть, ешкіні ұстап алып, барлық күнәні соған артып, ешкіні қоя береді екен да, еврейлердің заманында. Сосын содан шыққан екен. Это козел отпущение деп. Бар күнәні арқалап, лақып кеткен адамды сөйлейді да, мысалы. Сондықтандағы әрине, мысалы үшін,
мына не оны жақсы біледі, мына нелер, тәңірлер, тәңіршіліктер. Ислам әлемі руханиятты білмегендіктен де қазіргі уақытта Меккеде Қағбаның өзі қара жамылып тұр. Түсіндіңіздер ма? Ол үлкен жаманшылықта. Қара басты, қара жамылдық деп бір індет болғанда, соғыс болғанда, сонда қара жамылады да ел. Бір елбасымыздың бір телевизияда айтқанын естіген мен, ол қазақтағы жаман ырым деп. Өте дұрыс айтады да. Соны білмеген жаңағы қазіргі уақыттағы асыра сілтеуші фанатик исламдағы жүргендердің бәрі қара жамылып жүр. Тікелей сайтанның образы да. Бірақ оны білмейді. Айтсаң түсінбейді, өзіңді жағадан алады да. Мысалы үшін әруақ қолдасын деген әңгіме. Тәңіршіл айтады, ол біздің атрибутымыз дейді да, мысалы үшін. Әруақ қолдауды айтамыз деп. Айналайындар. Христиандарда мынандай не бар? Рукоприложение дейді. Иса пайғамбар өздерінің апостолдарына қолын салып, емдеген, жолдарын ашқан, әруаққа айналдырған. Енді қазақ деген халықтың даналығы, оның екі дүние жинаған дүниесі, мынау туыстардың сыйласымдылығы, абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса ат көп деген қазақ. Қараңыздаршы, мысалы үшін. Әке тұрып ұл сөйлегеннен біз, шеше тұрып қыз сөйлегеннен біз деген халық, біздің халықты көрдіңіздер ме? Ешкімнің ала жібін аттама, ер жігіт туған жеріне, ит тойған жеріне деген мысал үшін. Жүр ғой әбіләзовтар мысал үшін. Тойған жерінде. Енді мысал үшін тек қана ол өз ағайынның арасында. Қазақта ағайынның арасындағы мәселенің бәрі шешіліп қойған. Оны кезінде кімді айтқан ғой? Кім? Атақты Сәтбаев. Айтқан ғой, батысқа барғанда сұраған ғой. Сен қандай ел боласыңдар, коммунизмден келдіңдер, социализмден жүрсіңдер деген секілді. Сонда ол айтқан екен дейді, мен сендерге коммунизм дегенді оп-оңай көрсетемін деп. Қалай десе де дейді, менімен бірге бір ай жүріңдер Қазақстанға. Ақшаларының ешқандай тамақтарыңды алмаңдар дейді ғой. Міне, сол кездегі біздің қазақ. Үйге кірген жыланға да ақ киіп қалған қазақтың қарасаңыздар. Енді мынау жалғыз адамның арасындағы қатынасқа емес, табиғатқа көкті жұлма дейді да, ойпырмай қазағым-ай, көкті жұлма дейді ғой. Қараңыздар. Бұлақ кірсең көзін аш дейді. Желге қарсы түкірме симе дейді. Толып атқан дүние. Анау аңдатқандың өзінде де жариялысын, басқа ең алдап кетіп бара жатқан құлжасы менен артында ең соң кетіп бара жатқан екеуін атауға болмайды. Өйткені құлжасы киелі, артық кетіп бара жатқан ауру. Орта тұсынан ғана атып жейді да. Оның өзінде өзіне керегін атып жейді да. Қазақ деген паш-пашшылығын таным. Мен жалпы алғанда, құрметті халайық, осы жөнінде бір мықты жақсы кітап жаздым. Ұрпағыма лұғат деген. Ол Проза.ру сайтында бар, кіріп оқуларыңызға болады. Менің атымды жазсаңдар шығады. Сондықтандағы құрметті достар, қазақтың осындай дүниелерін айтсаң, таңнан таңға созып айта беруге болады да. Бұның бәрін мен не үшін айтып отырмын? Біздің қазақ пайғамбар халық. Сондықтандағы қазақ халқына қазір бақ қонып, барыңның аңсап жүрген, барыңның іздеп жүрген Бахетолла Магди сол қазақтың ішінен шығып отыр. Оған ешқандай да артық сөз айта алмайсыздар. Және кезінде көресіңдер. Бірақ біздің нелері көресіңді маңдайын соққанда ғана көреді ғой, онан кейін көрмейді да. Одан кейін мына қазақтың батамен ерге көрер, жаумен жерге көрер деген сөздің құдіретін білген халық қой, көрмейсіз ба?
сол батаның іс жүзінде орындалатынын білген халық қой. Менің бір өсиет бата деген кітабым шыққан. Қазіргі уақытта мынау мобильный Android приложениесі бар да, оны мысалы үшін кіріп, өсиет бата деп ашсаңыздар, сол баталар шығады, 101 бата. Сондықтан құрметті достар, ешкім қазаққа киім киюді, тамақ ішуді үйретпей ақ қойсын. Қазақтан айналасында бүкіл адам жегіш халықтармен өмір сүргенде де өз баласының етін жемеген қазақ. Жалпы алғанда қазіргі уақытта далбасалап, анау интернеттен ананы оқып ап, мынаны оқып ап, мен анаумын, мен мынаумын деп қазақты үйретпей ақ қойыңдар. Естеріңде болсын, қазақ азғындық заманға ұшырап қалдық. Бірақ оның бәрінің тегінің мәйегі қазақтың генофонында жатыр да, бірақ ашылмай жатыр, жабылып қалды. Соны ашып жіберсеңдер, бұлақтай сарқылдап ағады. Ал бірақ енді Алла сендерге рахымын төгіп, орталарынан жаңағындай Бақиетолла, бақыт бай, менің атымның өзін қарасаңыздаршы. Елге бақыт пен байлық әкелу үшін келген адамда. Фамилиям Сейітов. Сейіт деген ол жаңағы Мұхаммедтің ұрпағы. Алланың жасырып кеткен Мәғди туралы сырының бәрі бет бейнелерінде, көз алдарында тұр. Сондықтан айтарым, қазақ елім, еш жиыңдар. Біз жалпы алғанда біз конструктор сиқылды болып келдік осы елдің ішінде. Неге дейсіздер ғой? Өйткені қазақта бәрі бар. Бірақ шашылып қалғанда дөңгелектің орнында мотор тұр, мотордың орнында дөңгелек тұр. Әлгі бір жас бала, не болмайтын болса ақылынан ауысқан бала шашып алады ғой ойыншығының. Соны үйрету үшін конструктор деген болады да, мысалы үшін. Сол сиқылды біз соның бәрін өз орнына қайтадан қоймақшымыз да. Мына артында тұрған дүниені мен сіздерге әдейі көрсетіп отырмын. Әлгі исламның анау шірік, мынау шірік дегені, болмайтын болса тәңіршілердің ислам жаңағы пайғамбары кітабын жазбай алдап кеткен әңгіме, барлығы халықтың арасында алауыздық туғызудың салдары да. Тегіннен тегін тоқ берген жаңағы кімді, талибандарды аңсап отырған жоқ. Тегіннен тегін жаңағы кім, Құрбанәлі өткенде шахид деп жихад шақырам деп айқайлап қалды да. Ауырмай сөйлеген, аңдымай сөйлеген ауырмай өлетінің кері ғой. Енді оны Құдайды айтқызып тұр ғой оларға, көрсету үшін өздерінің түпкі мақсаттарын. Әр қайсының көңілінде бір нәрсе бар да. Анау салафиттер жүр мысалы үшін, халифат орнатамыз деп. Сондықтан құрметті достар, ешкім ештеңе орнатпайды. Қазақтың даласында бақ құсы қонып отыр. Алдымызда алтын ғасыр келе жатыр. Соған алтын ғасырға өтуіміз үшін, мына бәр кесапаттан, мына індеттен бәрінен құтылуымыз үшін, біз өзіміздің тегімізді, өзіміздің қадір қасиетімізді, бүкіл ата-бабадан жинап келе жатқан караматымыздың бәрін көрсетуіміз керек. Соның бәрін басын жинап көрсету үшін сендердің орталарыңа мына біз келіп отырмыз. Қазақ елі сендерден басқа ешкімде де жаңағы ислам менен христиан әлемін қоса алмайды. Неге? Өйткені сендерде оның үлгісі бар. Сендерде сол екеуін қосатын сенім бар. Ол тәңірлік сенім. Көрінген сөз соқтының сізін тыңдап, тәңіршілік бөлек нәрсе екен, ислам деген бөлек нәрсе екен, қазақ деген оттаған ски. Айналайын қазағым. Мен сендерге айтайын дегенім, мынау ислам арқылы шариғат бар.
ой қалай да мәдениетті, ілімді, білімді түрде Аллаға құлшылық жасаудың жолдарын да Алла үйреткен. Түсіндіңіздер ме? Тәңіршілікке ол берілмеген. Сондықтан да оның кітабы жоқ, оның шариғаты жоқ деп жүрген. Тәңірліктің кітабы бар. Исламға да, неге де тәңіршілікте де сол Құран. Тәңір дегеннің өзі бірақ Құдай, Алла. Момын дегеннің өзі бірақ діндегі адам, қазақтың момындығы. Ол намазында оқиды, жаңағы ешкімнің ала жібін даттамайды. Ал сендер болсаңдар, жаңағындай, исламнан басқаның бәрі анау деп аналар жүр. Азат аяғын ұстап, біз бақсымыз деп мыналар жүр. Құрметті достар, біз мынау тағы сіздерге айта кетейін дегенім, мынау көрші Ресей халқы. Сіздер көрінгеннің жаңағы өтірік неудачники деймін айтам оларды. Қазақтың жаңағы патриоты болып жүріп, орыстарға қарсы қойып, керек жоқ. Абай аталарың тегін айтқан жоқ. Осы орыстың талай нәрсесіне сендер көріп жатсыңдар рақатында бәрінде. Ешбір орыс, ешбір қазақтың аузына әкеп арақ құйған жоқ. Өздерің ішіп жүрсіңдер. Мықты болсаңдар соны ішпей ақ та қоюға болады ғой. Жарайды, орыс ақша берсін. Сондықтан дағы бұл көрші халық. Жалпы орыс дегеннің арғы тегінде Қыпшақ бар да. Тургенев, Карамзин, ондайдың барлығы сол толып жатыр. Дворяндарының барлығы түгелі. Александр Невскийдің өзі біздің жиеніміз. Сондықтан дағы Қарақытай қаптаса, орыс туған әкеңдей болады деген сөзді тегінен айтпаған қазақ. Сондықтан дағы болған күннің өзінде көршімен тату болу керек. Жалпы алғанда біздің алдағы болашақтағы ғұмырымыз да, жеріміз де, бәріміз де сол Ресеймен бірге болады. Өйткені біз олармен қосыламыз. Қосылғанда біз орыс болып кетпейміз, олар қазақ болып кетпейді. Бірақ та біздің дініміз ортақ болады. Дініміз ортақ болғаннан кейін тіліміз де ортақтасады. Өйткені и так орыстың тілі біздің қолданыстағы тіліміз. Сондықтан дағы көрінген сөз соқтыға ермеңдер. Мынау бақ құсы деген өзі бейбіт, тыныш елде ғана тұрады да. Ал жаңағындай талибанды, ямайтын басқалар секілді елде ол бақ құсы қонбайды. Сондықтан дағы мына бақ құстан айырылып қалмаңыздар. Жалпы мен түсінбеймін. Басқа халықтар, мысалы үшін еврейлер болсын, өздерінің ішінен неше түрлі пайғамбарлар ойлап тауып жатыр да. Орыс халқы да күнде бір пайғамбар шығарады. Ал енді мына қазақ халқына Бақитоллах Мағди келді десе, бұлар сонымен соғысып әлек та. Неге? Қазақтың тілін көтереміз дейсіңдер. Қазақты өйтеміз, бүйтеміз. Қалай істейсіңдер? Анау түйе мінген араб бүкіл әлемге не үшін тарады? Ортасынан пайғамбар Мұхаммед шықты. Әлемдік дінді үйретті. Ал енді бізге қазақтың ішінен адамзаттың басы қосылсын, жаңағы исламның шариғаты менен, жаңағы тәңірлік Иса әлемінің тарихатын мен ақиқатқа барайық. Мына алтын ғасырға, мына Құдайдың қолдауында, Құдайдың оңдауында, әруақтың қолдауында, періштенің жебеуінде болайық десем, не ұнамай отыр сендерге? Айтыңдаршы өзі, не ұнамай отыр? Менің қай жерімнен, не келбетімнен ба, не менің білімімнен ба, табыңдаршы білдіме? Түк таба алмайсыңдар. Өйткені менің әр сөзім Құранда, Інжілде тұр да. Құрметті достар,
тағы сіздерге қайталап айтып кетем, елдің тыныштығында берік болыңыздар. Ынтымақ, бірлік, сол екеуі болған кезде береке болады да. Мысалы үшін жаңағы орталарында елбасы, мысалы үшін Нұрсұлтан Әбішевич, біздің ақсақалымыз, мысалы үшін анау келісім сарайын салды. Келісім сарай деген сол жаңағы екі діннің басы қосылатын жер сол негізі. Анау Бәйтерек, анау қазір салынып жатқан Түркістан, сендерге бәрін дайындап отыр да ол кісі. Оның сыры бар. Өйткені сол кісі үкіметке бірінші күннен бастап, мен ол кісілерден бұрын біздің тудың көк болатынын білгем. Совет үкіметінің жаңағындай не болатынын бәрінің Алла маған білдірген. Нұрсұлтан Әбішевич әлі ұзақ жасайды, сендерге айтайын. Және де ол дүниеде құрметке бөленген адам. Сондықтан дағы көрінген көк соқтыны тыңдамаңдар. Жарайды, өткен өтті жолдастар, достар. Қалай болғанда да Алланың аманаты да, рахматы да орталарында. Бақ та, береке де бәрі болады. Тек қана сыналарыңды көрінген сөз соқты ауыстырмасын. Естеріңде болсын. Оларды оп-оңай табу. Кімде кім қазақ елінен жаңағында елші шығыпты, мәди келіпті десе, махди келіпті десе, жоқ десе болды, бірінші Алланың жауы сол. Алланың жауы болса, ол тажалдың әскері. Сол жаңағы Құрбанәлі, сол жаңағы тоқтар, тоқ бергендер, сондай әулие болатын болса, оларға баяғыда айтылу керек қой. Міне 30 жыл болды. Неге? Өйткені бұл жастарында міне енді ғана ашылып жатырмыз. Бақитоллахтың үлкен жасырыны, кіші жасырында болатын білесіздер. Мен сіздерге ашықтан ашық шығып отырғаным аяқталып қалды. Санаулы күндер ғана қалды. Біз жұмысты бастаймыз. Біз жұмысты бастарғанда Алланың әмірі келгенімізді біз ұлы керуенді бастаймыз. Енді көп сөз айта беруге болады. Жалпы алғанда, құрметті елім менің. Атадан өсиет, анадан қасиет дарыған елім менің. Келер заманға жолың болсын, ұрпағым менің. Сондықтан дағы құрметті достар, елім, халқым, жұртым, мен сендерді бас бармақ деп отырған себебім, өйткені сендер исламның да, жаңағы әруақтың да, тәңірдің де барлық сенімдерін қазір арқалап отырсыңдар. Нағыз момын қазақ ол әрі мұсылман, әрі жаңағы тәңірші. Неге? Өйткені ол шариғатты Аллаға қалай құлшылық етуді мойындайды. Тарихатты, Исаның ілімін, жаңағы бала туғаннан бастап, суға шомылған сылдырғаннан бастап, міне, көрдіңіздер ме? Сондықтан дағы жалпы алғанда діндердің бәрі бір-ақ дін. Оны өзі Алланың кітабында солай жазылған. Бірақ қызғаныштан, бірін-бірі жамандап, бөлшектеп, бөлінгенді бөрі жеп, осыншама дін пайда болды да. Енді жаңағы адамдарды жинап алып, олардан бір пайда көріп, өздеріне бір мансап іздеп жүрген жаңағы сөз соқтылардың барлығы, мына орталарыңа Бақитоллах Мағди келді дегенде, жаңағы шошып отыр да. Неге? Белгілі ғой. Белгілі ғой қазақ елім. Бұл біздің сырымызды ашып қояды. Деген әңгіме ғой. Сондықтан дағы құрметті достар, елім менің. Қадіріңнен, қасиетіңнен айналайын қазағым менің. Нағыз пайғамбар сенсің. Бірақ сенің ісіңді жақсылыққа бастауға келген Бақитоллах Мағди менмін. Сондықтан дағы сендер мынандай боласыңдар, бас бармақ.
Айта берсе сөз көп, әрине. Айттым ғой жаңағы, ана менің кітаптарымды оқыңыздар. Ұрпағыма лақат, таза ұғым деген 2 кітап. Қазіргі уақытта анау Қырғызстаннан, анау алыстан қазақтар звондайды. Сол кітабыңыз керемет деп. Бірақ та сіздер білесіздер ма? Сол кітапты мен бір өзі менде қаражатым да жоқ қой, пенсияда жүрген адаммын. 2 миллион шығарғам, соның почти енді 1 миллионын елге тараттым. Сыйғып. Миллионы менің анау сандығымда, гаражда тұрды. Өткенде бір ашынып отырып қарлығаш қайттым әйеліме. Мен өлсем, ішкі көрімнің лақабын осы кітаппен қалаңдар дедім. Алла сақтасын, әрине. Ол ұрпаққа арналған ғой, оны алып барғанда қайда алып барам. Мен бір нәрседен қорқам, неге дейсіздер ғой? 3000-дай айтылатын әңгіме сырлар бар да сіздерге. Қаншама Алланың жаңағында көрсеткен дүниелері бар. Жасым келсе 70-ке келді уже. Соны 30 жыл арқалап келем. Өйткені әлі сендерге оны беруге рұқсат жоқ та. Сондықтан дағы іздеген табады, сұраған алады. Құрметті елім менің. Ойыншыққа бұламаңыздар. Бұл соңғы заман. Бұл соңғы заманнан енді іріктеліп алтын ғасырға өту керек. Іріктелгенде кім өтеді? Осы ислам мен христианның, Исаның тәңіршілік ілімін мойындап, осы Бақиятоллах Мағдидің соңынан ергендер. Олар келесі заманға өтеді. Онан кейін, Иса келгеннен кейін, Израиль халқы, олар да өтеді. Бірақ Иса келгенде осы Мағдиге ермегендер, діндердің басын қосуға қарсы болғандар, елшілерге қарсылық білдіргендер, олардың бәрі бұл дүниеден кетеді. Әртүрлі себептермен. Халқым менің, ат төбеліндей қазағым менің, толығымен атқа қоныңдар. Біз халықты құтқаруымыз керек, ұрпағымызды құтқаруымыз керек. Біз мына Қазақстанның егемендік тәуелсіздігін сақтап отыруымыз керек. Көк туымызды көкке көтеруіміз керек. Біздің ұрпағымызға беретін аманатымыз көп. Сонда жаңағы талибандан сап отырған, жихад жариялап отырған ағаларыңа, көкелеріңе қош деңдер. Сендер мына вирустан қалай сақтанасыңдар? Ауырған адамнан қашасыңдар. Тасаланып, маска киіп жасырынасыңдар. Тула сондай нәрсе да. Қазір мені тыңдап, қазір жаңағы сектанттарға барсаңдар, олар сендерді сразу өзгертеді. Неге? Өйткені олар сендердің сезімдеріңе жайлы нәрсені айтады да. Өздерің де күтіп тұрған, өздерің ғана жақсы көретін, өздерің ғана түсінетін әңгімені айтады. Сосын ой, қандай әдемі айтты дейсіңдер. Ал менің сөзімді, ащы шындықты, жасырын сырларды түсінбейсіңдер. Түсінбегеннен кейін барасыңдар, жаңағындай сектанттан сұрайсыңдар. Олар ботқасын десіп сізге бірдеңе айтып береді. Сосын айтасыңдар, жоқ, жүре берейін осылай. Алланың алдында айтам ғой, кейін мен ешқайда кеткем жоқ. Уағыз тыңдап жүрмін ме? Естеріңде болсын. Осыны естіген құлақ, осы менің айтып отырғанымды көрген көзің, құлағың өзіңе куә болады да. Естімедім, көрмедім деп айта алмайсыңдар. Бүгіннен бастап араларыңды ашыңдар. Аллаға және оның елшісіне ергендер ғана нағыз сенгендер. Айтайын ба дейді, момын дегеннің не екенін, мүмін дегеннің не екенін дейді. Олар дейді, жанымен, тәнімен, дүние мүлкіменен Аллаға және оның елшісіне сенеді. Және де Алланың жолында күреседі дейді, жұмыс істейді деген сөз. Міне сенушілер.
Кім елшіге сенбейміз, саған сенбейміз дейтін болса, Алланың лағынетіне ұшырайды. Өйткені ол Алланың таңдауына қарсы шығып отырулар. Сонысын олар өздері түсінбейді. Өйткені олар да ойлайды. Біз Аллаға айтамыз ғой, біз ананы істедік, мынаны істедік деп. Оларға да айтамын, естіп отыр олар да, міндетті түрде естіп отыр олар да. Құлақтарың түгел жауап береді. Мен жаңағы осы ненің басында сіздерге оқыдым ғой міне. Оны мен сіздерге тегіне оққам жоқпын, қазір оқып берейін. Қараңыздар, біз дейді, барлық адамдарды өздерінің сенім ұстаздарымен бірге шақыратын күн болады дейді. Қайта тірілетін күні дейді, оларға өздерінің де ауыртпашылығын, және де олардың санасыздығы мен өзгелерді де ауыртпашылыққа салғандықтарының ауыртпалығын көтереді дейді. Сол жаңағы сөз соқтылар, қанша елді азғындатты, соған жауап береді. Олар айтатын шығар, жоқ, біз жақсылықты айттық, біз дәрет алып деп айттық, біз өйттік, бүйттік. Жоқ. Алланың елшісіне қарсы болдың ба, Аллаға қарсы шықтың. Ол заманның бәрі өтті. Би болып бас-басыңа өңкей қимын, мәке алмадың да елдің сиқын. Елші келмей тұрғанда, Бақитоллах Махди орталарында болмай тұрғанда, онда бұл сендерге өтіп жатты. Енді келген уақытта ақтала алмайсыңдар. Жақсы достар. Қазақ елі, бақ қарасын, қыдырдарсын, кең пейіл кетпес дәулет берсін. Үбірлі, шүбірлі, балалы, шағалы болыңыздар. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Көзінің көзінен, сөзінің сөзінен, қара ниеттің қара ниетінен, әзәл жатқан азынан, екіншінің азабынан, дұшпанның мазағынан, тозақтың отынан, патшаның сотынан, давасы дерттен, мезгіс дөрінен, сөз соқты сектанттардан, я Алла өзі сақтасын. Ла илаха илалла Мұхаммед Расулулла Иса аль-Масих Рухалла деп Алланың соңынан елшісіне ерген адамдардың бәрін Алла мақтасын. Аллаху акбар. Сау болыңыздар. Келесі әңгіме сұқ саусақ. Сұқ саусақта біз сұқ деп тұрып көрсетеміз.